Бәріне сәлем, сіздермен Гүлхан. Бүгінгі видеода біз күзгі бал мерекесіне арнап көкөністер мен жемістерді осындай фетр матасынан пішіп, костюмын тігуді үйренетін боламыз. Дәл осы видеода біз баялды, яғни баклажанның формасын шығаратын боламыз. Ол үшін бізге 5 түс қажет болады. Күлгін түс, жасыл, қызыл, қара мен ақтан кішкене ғана қажет. Сосын бізге осындай пистолет қажет болады. Қазір біз барлық бөлікті осы пистолетпен жабыстыратын боламыз. Егер сізде үйіңізде пистолет болмаса, әр бөлікті ине жіппен тіксеңіз болады. Сосын бізге осындай резинке қажет. Қайшы, ендеше бастайық. Ең бірінші біз баклажанның суретін саламыз. Мінекей осындай болсын, Бұның ұзындығы жалпы бізде шамамен 50 сантиметр болса жеткілікті. Ал ені 30 сантиметр болса болады. Мінекей осындай бірінші негізгі бөлік болады. Бұдан 2 дана қиямыз. Сосын бізге мына бас жағына сабағы қажет болады. Сабағын мінекей тура осылай алсаңыз болады. Мінекей мына жерін біз жасыл матадан қиятын боламыз. Содан кейін мына жерге сабағын осылай көрсетіп қойсақ та болады. Мінекей мынау сонда бізде бір бөлік. Тұтас бір бөлік. Бізде костюм 2 бөліктен тұрады, алдыңғы және артқы бөлік, бірақ біз алдына ғана осы жапырағын, көзін, мұрнын, аузын салсақ болады. Артқы бөлікке салудың қажеті жоқ. Енді мынау бірінші бөлік, мынау екінші бөлік, мынадан бізге 1 дана қажет, мынадан 2 дана. Енді көзін мінекей дәл ортасына осылай бірінші ақ матадан қазір қиятын боламыз. Сосын оның ортасына қара матаны мінекей істейміз. Сосын тағы да ақ матаны. Мінекей мына бөлік бізде қарадан болады. Мінекей мынау қара мата, мынау ақ мата. Қараны мен қараға бояймын қазір. Сосын мінекей қасын осылай келтіріп қойсақ болады. Бұны да қара матадан. Содан кейін мінекей аузын саламыз осылай. Мына бөлік бізде қара матадан болады. Сосын мына жерге біз тісін салсақ болады. Және тілін осылай жүрекше ретінде осылай салып қоямыз. Болды. Ал мына резинкені қай жерге тігеміз? Мына резинкені біз мына 2 басына алдыңғы артқы бөлікті иығынан қосып тігіп қоятын боламыз қолмен. Болды. Енді матаға осы бөліктерді қазір пішіп қиып аламыз. Мінекей бізге ені 30 сантиметр болса жеткілікті. Өлшеп аламыз да 2 бүктейміз. Мінекей 2 бөліктен тұрады. Енді осы 2 бүктелген жерге қазір баклажанның формасын сызамыз. 50 емес 55 алдым. Енді осы аралыққа қазір баклажанның формасын берем. Мына бұрышты дөңгелетемін. Сосын мына бұрышты дөңгелетемін. Мына жерді кішкене ішке кіргізем. Мына жағын тіке әкеп қоса салсақ та болады. Осылай. Лекаламыз шамамен дайын болды, қиямыз. Енді жасыл матаны алып келеміз. Мына күлгін матаның астына қоямыз осылай. Мына жерден кішкене мата қалуы керек. Осылай бастырамыз. Мына жерде біздің сабағын осылай сызып қойық. Бастырып алдық. Енді мына жерге біз сабақтың формасын осылай шамамен сызсақ болады. Болды. Мінекей жапырағымыз да дайын болды. Енді бізге ақ мата мен қара мата қажет. 9-да 9 болатын 4 бұрыш сызып аламыз бірінші. Мінекей 9-да 9. Енді осы жерден шеңбер сызамыз ішіне. Мінекей осында 2 дана шығады. Тағы да 2 кішкентай дөңгелек сызамыз. Мінекей 3-те 3 болатын шаршыға дөңгелек сызамыз. Енді қара матадан қиямыз. Мына жер бір 6-да 6 болса болады. Мінекей мынау бізде 6-да 6 осы жерден дөңгелек сызамыз. Мінекей ақ фетрді алып келеміз. Оған қара фетрді мінекей осылай жабыстырамыз қазір. Сосын мінекей 2 кішкентай бөлікті қалағанынша қоямыз.
былай жақындатсақ болады, мына шетіне қойсақ болады. Мінекей осылай жабыстыратын боламыз. Енді қасымызды қиып алайық. Матаны 2 бүктейміз. Ұзындығын 1-8 сантиметр етіп алайық. Мінекей осылай. Осындай форма берейік. Қиямыз. Мінекей қасымыз да дайын болды. Енді ернімізді, аузымызды жасайық күліп тұрғандағыдай. Ұзындықты 10 сантиметр ұзындықты сызып аламыз. Төмен қарай 7 сантиметр сызайық. Мінекей. Осы аралыққа ерінді сызайық. Күліп тұрған. Мінекей осылай болсын. Енді қиямын. Енді қара матаны алып келеміз. Тура мына ерінді бастырамыз бірінші. Бастырып алдық, қиямыз. Енді ерінді 2 бүктейміз. Қара түспен біз еріннің сыртын қоршаймыз. Сол үшін мінекей осылай 1 сантиметр қалдырып, ортасын қиып тастаймыз. Мінекей мынау ерін, мінекей мына қара матаны осылай жабыстыратын боламыз. Енді барлық бөлікті қазір пистолетпен жабыстырамыз. Пистолетті тоққа сұқтым. Мына бөлікті түсіріп, қызығанын күтеміз. Менде пистолет қызды. Енді жасыл матаны күлгін матаның үстіне қойып, мінекей мына шет жақтарына клейді осылай жағып шығамыз да бірден басамыз. Көзімізді алып келеміз. Орнын анықтап аламыз. Мінекей мына жерде тұрсын. Клейді жағамыз. Басамыз. Осылай жабыстырамыз. Енді тек осы жерде мұқият жабыстыру қажет болады, жіңішке етіп. Ерніміз көзімізге кішкене жақын болып кеткен сияқты, бірақ ештеңе етпейді. Онда тұрған ештеңе жоқ. Енді резинкені алып келеміз. 22 сантиметрді мінекей қиямыз. Клей жақсы қатты. Мінекей осымен біздің фетр матасына жасалған баклажан костюмы дайын болды. Балабақша жасындағы балаларға осындай костюм тіккен өте ыңғайлы. Прокатқа берсеңіз де болады, және бала осыны киген кезде ыстықтамайды, терлемейді, жұп-жұқа және өте оңай жасалынады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз, және басқа көкөністер мен жемістер, жануарлар киімі қажет болса, каналға бірден жазылып алыңыз. Сіздермен болған Гүлхан, келесі кездескенше.